Құрметті әріптестер, қымбатты клиенттер. 2024 жыл Қазпошта акционерлік қоғамының үшін жеңіл болған жоқ. Соған қарамастан, әріптестерімізбен бірге үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Бірінші рет әлемдік пошта операторларының рейтингі бойынша А санатына өтіп, топ 50 мемлекеттердің қатарына кірдік. Тарихта бірінші рет пошта туралы заңнамаға өзгерістер енгізіліп, арнайы мәжіліс депутаттардың жалпы отырысында қабылданды. Енді пошта туралы заң заман талабына сай болды. Басты көрсеткіштерге тоқталып өтсем. Бірінші, сәлемдемелердің көлемі тұтынушылар базасы мен қызмет сапасының артуының арқасында 34%-ға ұлғайды. Алматыдағы логистикалық орталығымызға жылына 26 миллион сәлемдеме өңдей алатын жаңа сұрыптау машинасы іске қосылды. Қазпошта 2024 жылдың нәтижесі бойынша жылдық табыс көрсеткішін 105 миллиард теңгеге жеткізді. Көп уақытқа созылған табыссыз кезеңді ескере отыра, бұл үлкен жеңіс деп білемін. Таза табыстың елеулі бөлігі қызметкерлеріміздің әл-ауқатының артыруына бағытталды. Өндірістік персоналдың жалақысын 15%-ға көтердік осы жылы. Осыған шамамен 15 миллиард теңге қосымша теңге бөлінді. Еңбек өтілі мен ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша төлемдер енгізілді. Әлеуметтік әл-ауқат индексі 40%-дан 60%-ға дейін өсті. Қызметкерлерімізге қаржылық оң нәтиже үшін сыйақы төлей алатын дәрежеге жеттік. Қазпошта қазіргі сын-қатерлердің еңсеру үшін электрондық сауда нарығының өсуіне басымдық беруде. 2024 жылға қарай әр азаматқа шаққандағы сәлемдеме саны 5 есеге өсіп, жылына бір клиентке 27 сәлемдемеге дейін жетеді деп болжануда. Трансшекаралық жеткізу көлемі 137 миллион тапсырысқа дейін артады. Ал халықаралық маркетплейстердің үлесі 9%-дан 19%-ға дейін өседі. 2024 жылдың өзінде Қазпошта арқылы жеткізілетін сәлемдемелердің 44%-ы үлкен қалаларға емес, еліміздің өңірлеріне жеткізілген. Осы орайда Қазпошта Қазақстан аумағындағы товарларға қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін инфрақұрылымды әрі қарай дамыта бермек. Қытайлық ең үлкен логистикалық компания YTO Express-пен ынтымақтастығымыз әсерлі нәтижелер көрсетті. 2024 жылдың мамырынан желтоқсанына дейін өңделген сәлемдемелердің көлемі 29-ға артты. Бір жыл ішінде Temu маркетплейсінен 2 миллион посылканы өңдеп, ақпараттық жүйелер интеграциялары мен кедендік процестерді жолға қойдық. Жоспарда ауқымды мультимодальды қойманы салу және орталық Азия нарығына шығып, жылына шамамен 10 миллион сәлемдемені транзит арқылы 9 мемлекетке жеткізу. YTO Express компаниясымен серіктестігіміздің арқасында жалпы инвестиция көлемі 50 миллион долларды құрайды. Логистикалық инфрақұрылымды дамыту мақсатында стратегиялық серіктестерді тартудамыз. Түріктің S-System атты компаниясымен бірге Ақтөбеде 20 мың шаршы метрді құрайтын логистикалық хаб салудамыз. Жалпы инвестиция көлемі 20 миллиард теңгені құрады. Уайым Транс компаниясымен Алматыда және Түркістан қалаларында қоймалар салу жұмыстары жүргізілуде. Бұл жеткізу мерзімдерін қысқартып, негізгі бағыттар Европа, Қытай, тмд және ішкі нарықта жылдамдықты арттыруға септігін тигізеді. Соңғы миля инфрақұрылымын дамыту аясында өздеріңіз білетіндей, жақында Хомпост атты сәлемдемелерді беру пункттері желіске қосылды. 2024 жылдың қазан айынан бастап 167 тапсырыс пункттері ашылды. Ал 25 жылдың мамыр айына қарай 1000 пунктке көтереміз деген жоспардамыз. Жоба шағын және орта бизнесті қолдап, оларға халықаралық сәлемдемелерді қоса алғанда тапсырыстарды беру пункттерін ашу арқылы электрондық сауданың дамуына қатысуына мүмкіндігіне септігін тигізеді. Өсіп келе жатқан сәлемдемелер көлемін өңдеу үшін озық технологиялар енгізілуде. Алматыда логистикалық орталықта жылына 26 миллион посылка өңдейтін сұрыптау жабдығы іске қосылды. Бұл сұрыптау уақытын 5 сағатқа дейін қысқартып, қателер үлесін 2%-ға дейін төмендетуге мүмкіндігін береді. Жапондық Toshiba компаниясымен серіктестікті қойма операцияларын роботтандыру пилоттық жоба ретінде енгізілуде. Бұл өнімділікті арттырып, персоналға түсетін жүктемені азайтып, өсіп келе жатқан көлемдер кезінде қателерді барынша азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, өңірлердегі пошта бөлімшелері азаматтарымызға қызмет ету жалғастырдық. Бүгінде 200-ге жуық ауылдық бөлімшелерде 2000-нан аса мемлекеттік қызметтер көрсетілуде. 7 ауылдық бөлімшеде балаларға арналған ағылшын тілі мен IT курстары өткізілді. Креативті экономиканы қолдау мақсатында бөлімшелердің базасында креативті хабтар ашылды. Құрметті әріптестер, қымбатты клиенттер,
бұл Қазпошта ұжымының 2024 жылы атқарған жұмыстың кішкентай ғана бөлігі. Келер жылға қойған мақсат жоспарымыз көп. Келе жатқан жаңа жыл баршаңызға бақ береке алып келсін. Отбасымыз, жақындарымыз аман болғай. Елімізде тек бейбітшілік пен келісім, тыныштық болсын. Рахмет сіздерге.